Башақтан ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі кезекте керемет видеома қош келдіңдер. Және де экран артында бұл мен Духа. Енді бүгінгі видеода мен 200 күн Кострома серверінде 3-ші серия түсіретін боламын. Бүгінгі серия өте қызық болады, так что чай печеньелерін алып отырыңдар. Ендеше біз көп созбай бастайық. Менің қалтамда қазір 255 мың, мында Баху деген бала маған трейд жібер дейді. Не істейтінін бәрін көретін боламыз. Не болады екен, не береді екен. Так, жібердік, енді алама алмаймы. Так, ода стоп болып жатыр қайта. Так, енді не береді? Подождем. Ол видео түсіріп пж видеоға қосшы деп отырған соң трейд жібер дейді. Трейд жібердім. Енді ол маған 296 мың рубль беріп жатыр. Баху, бүгінгі видеоны көріп отырсаң от души саған, ал біз ары қарай кеттік. Достар, короче, мен кеше кейспамыздан бір машина түсіріп алған болатын, 90 мың госы бар. Енді біз қазір соны госқа сливать етіп, ары қарай несколько қаласынан новый машина сатып алуға баратын боламыз. Бірақ менің қазір ақшам аз, бір нормальный, бір стоковый емес бір машина аламын ба деп едім, бірақ ол да болмады, потому что бізде авторынкта вообще адам жоқ. Еще 346 адам ба, сондай өзі в сети отыр. Ал біз ары қарай кеттік. И біздер, достар, низкий классқа машинаны госқа сливать ету үшін кеп тұр. Ол біздер қандай машина екенін ұмытып қалдым уже. Сбросить парковки и парковки. Енді селкар деп біз через команда селкар арқылы біз госқа машинаны сливать ететін боламыз. Все, сливать етілді, и біздің қалтамызда 640 мың рубль болды. Енді біз ары қарай қазір бір аудима бір көлік алатын боламыз. И достар, авторынққа келсем, ешқандай адам жоққа қараңыздаршы, только анау неме тұр, Жигули тұр, одан басқа андай ешқандай машина жоқ. И то ол Жигулидің өзі немеде тұр, стопта тұр. И достар, мен өзіме керекті Ауди көлігін сатып аламын деп шештім. Қазір оның түсін таңдаймыз да сатып алатын боламыз. Одан кейін біз оған спорт қоятын боламыз, және де комфорт, және де нитро ONX қоятын боламыз. Так, көк түстерден алайық, потому что мен бұйырса өзім фанамды ашам, бұйырса сол кезде осы Аудиді қосып қоятын боламын. Және де достар, бұған қандай номерді знак жақсы көрінеді, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі бөлімде мен бұған номерден знактар алатын боламын. Так, біз Ауди көлігін 520 мың рубльға сатып алдық. Енді біз оны қазір припаркировать етіп алатын боламыз. Так, парковать етілген жерде шығарамыз. Парковки. Так, шықты. Біздің ласточкамыз әні тұр. Біздің қалтамызда қазір 122 мың рубль қалды. Енді біз ары қарай қайда барамыз? Біз ары қарай осыған спорт анамны қоюға баратын боламыз. Ал кеттік. Так, достар, міне біз спорт 51.400 рубльға сатып алдық. Ал енді келесі бізде комфорт не болмаса нитроны бірінші алып алайық. Нитро ақшамыз жетпей қалып жүрсе 51.400 рубльға нитроны так сатып аламыз. Все. Енді біз ары қарай комфорт сатып алуға барамыз. Так, комфорт алсам ба, алмасам ба деп ойланып тұрмын да сәл-пәл. Так, мында комфорт 35.800 рубль. Жарайды, ала салайық енді. Так, комфорт торымызға. Все. И достар, біздер сатып алдық. Немемізді келесі өзіміздің аудиміздің заттарын сатып алдық. Турбо адамналарды. Енді бұны қазір бопазадан алып тастайық. Получить дегенді басып. Так, еждемені болса вообще кайф. Бізге сумка, әдемі сумка берді. Және де достар, біз бұны скоростын тексеретін боламыз. Ал кеттік қанша. Бірақ мен комедиятқа қойдым әдемілік үшін. Қазір өзімізді қарай салатын боламыз. Экранды басып. Так, кет. Примерно 239 ба, 200, потому что комфорт қана тұр ғой. Тормызда комфорт тұр. Если спорт болатын болса, жақсы жүреді. Так, 239 бен келе тұрмыз, дұрыс. Так, и все. 239 максималдық екен. Енді бұған комфорт спорт анамны қойған кезде скоростары ары қарай көбейе беретін шығар деген ойдамын. Ал ендеше достар, сау болыңыздар. Экран артында бұл мен Духа, және де сау саламат болыңыздар. Пока-пока.